Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен кезекті сіздерге таныстыратын оқып біткен кітабым ол мына Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» деген кітабы. Бұл кітапты мен бір талай болды сөйтіп көріп алдым да, немеден өзіме сақтап қойғам. Осы кітапты алып оқса деп. Сол осы март айында мен заказ беріп сатып алдым бұл кітапты Каспийдан. Оқып шықтым. Маған өте ұнады. Өте жеңіл оқылатын кітап екен. Бұл кітап негізінен 41-45 жылдар. Ойбай, бісміллә. Папа звонда қалды ғой. Бұл негізі бұл кітапта және немене айтып жатырмын, 41-45 жылдардағы отан соғысынан кейінгі өмірі баяндалады. Ербол деген солдаттың өмірі. Ол соғыстан кейін өзінің ауылына қайтпай Алматы қаласына келіп университетке оқуға түседі. Сол кездегі студенттік өміріндегі ұнатып қалған бір қызы болады, Меңтай деген. Соған деген махаббаты, шынедегі ең бірінші алғаш сабаққа келген кезде, классқа кіргенде, бүкіл өз жалғыз екі ағыл болады курстарында. 30 қыздың арасында. Сол каждый енді қобалжып сөйтіп немнеп тұрады да, соның бәрін күшті бейнелеп жазған мұнда. Каждый қыздың сипаттамасы, түрі анандай, шашы мынандай деген секілді әдемілеп. Бұның Қызыл көрпе деген өзінің өлеңін қайтып жазылды. Ана қыздың ұйықтап жатқан жеріндегі бәрі сөйтіп әдемілеп бейнелеп береді бұл кітапты. Оқысаңыздар өте қызық, өкінбейсіздер. Және де кітаптың ең соңында бұл кітаптағы кейіпкерлердің мысалы үшін қайсысы өмірден алған кейіпкер, қайсысы ойдан құрастырылған, ойдан ойлап тапқан кейіпкер, кім қайсысы шын атымен өзінің шын атымен осы кітапқа жазылған. Соның бәрі автор ең соңында сұрақ жауап ретінде сіздерге бәрін баяндап айтып береді. Өзіме қатты ұнады. Өте тез оңай оқылады, тез оқып шықтым мен бұл кітапты. Оқи бергім келеді бір бастасаң. Не болады екен деген. Ең соңында бұл журналист болады таки. Өзінің бұл Ербол деген солдат әскер кезінде өзі сөйтіп мақалалар жазып сөйтіп жүрген екен. Сол соғыстан кейін ол оқуға түседі ғой. Журналистика оқу жүріп, жұмыс істеп жүреді. Ең соңында өзі сол журналист болады. Бірақ өкінішке орай бұл сүйген қызына қосылғанымен, бұл сүйген қызы ең соңында өмірден өтеді. Сонысы ең өкініштісі сол болды. Оқысаңыздар қызық, советую, кеңес беремін оқығанға.